жүрек Құдайға ашық болу керек. Деструктивті діни ағымға емес. Ата-анасына сіздер кәпірсіздер, мен сіздерге қарсы болашақта күресем. Деструктивті ағымдар қажылық пен умраға қалай әсер етеді? Қажылыққа барған кезімізде бір сапарда бір умра деген сияқты нәрсені таратып жібереді. Сапарда екі намазда қосыңдар деп бүлік шығарып жібереді. Енді ашық айтайын, біздің Қазақстан азаматтары қажылыққа барғанда бір конкретный мысал айтайын. Саид Бурятский қазақ қажыларына уағыз айтқан, жазылған, тіркелген, суреттері бар. Терроризмді насихаттаған. Нағыз деструктивті ағымның өкілі біздің қазақ қажыларының арасында уағыз айтты. Сол Саид Бурятский секілді басқа да қазір біздің елімізде сотталып жазасын өтеген тұлғалар бар. Сол себебі енді қажылыққа барған адамдардың жүрегі ашық болады. Сауд Арабиясы өзі ұстап бізге жіберді Қазақстанға. Умраға баратын болсаңыздар, күмәнді емес. Ана бағасы арзан деп, одан кейін ойбай ақшам қайда? Атақты Ибн Баздың сайтына кірдім. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам олай жасамады ғой. Пайғамбардың атынан бәдәл умрасын істеушілер көп. Мекке мен Мәдинаға иелік ету тура жолда деген мағынаны білдірмейді. Мыналар мұсылман емес, бұлар негізі кәпір бұлар.